күн құрметті әріптестер, сіздермен бірге Modern Teacher арнасы. Егер сабақтарыңызға қызықты идеялар, креативті ойлар керек болатын болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және де комментарий қалдырып, ұнату белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен ашық сабақ өткізуге байланысты 3 әдіс-тәсілді талқылайтын боламыз. Ең әуелі өзім әрдайым қолданатын осындай шаблонға сіздер ең әуелі өздеріңіздің сабақтарыңыздың құрылымын жоспарлап аласыздар. Яғни сабақтың не туралы болатындығын, қандай оқу мақсатын сіз қамтисыз, және де осы оқу мақсатын жету мақсатында сіздер қандай әдіс-тәсілдерді, қызығушылықты ояту сатысынан бастап қандай әдіс-тәсілдерді қолданасыз, соның барлығын алдын ала осы құрылымға, қаңқаға жазып шығасыздар. Одан кейін толыққанды сабақ жоспарын жасау сіздерге оңай болады. Ең негізгі керегі идея ғой. Одан кейін қалыптастырушы бағалау жұмысы қандай дағды арқылы жүзеге асады, дифференциацияны қалай жүзеге асырасыздар. Одан кейін әр тапсырманы сіздер қандай әдіс-тәсілдер арқылы бересіздер, соның барлығын сіздер жоспарлап аласыздар. Мен бұл қағаздың бірнеше данасын өзімен шығарып қоям, тіпті ашық сабаққа ғана емес, әрдайым қолданамын. Келесі ұсынылым кеп тұрған әдіс 5 қадам әдісі. Осындай 5 қадамдық табан іздерін сіздер алдын ала кесіп, қиып, скотчтап дайындап алып келесіздер. Неше ойыншы болады, сонша ойыншыға лайықталған сұрақтар әзірлейсіздер 3-тен 5-ге дейін. Одан кейін әр сұраққа оқушы 5 жауап ұсыналуы керек. Мысалы, Абай кім деген сұраққа Абай ақын, Абай ойшыл, Абай дана, Абай жазушы деген сияқты жылдам жауаптарды ұсынуы керек. Егерде бір қадамның тұсына келіп ол мүдіріп қалатын болса, ол оқушы ойыннан шығады. Келесі ұсынғым келетін әдіс сағат дос әдісі менің фаворитім десе де болады. Сіздер сабаққа осындай сағаттың сызбаларын сыныпта қанша оқушы бар соған арнап алып келесіздер. Одан кейін оқушылармен бірлесе отырып осы сағатқа біз кездесу уақыттарын ұйымдастырамыз. Мәселен, бізге 9, 12, 15, 18 деген уақыттар қажет. Бұл уақыттар сіздің сабағыңызда неше тапсырма болады, соған байланысты. Мен 4 уақытты алдым, демек менде 4 тапсырма болады. Енді осы сыныпты аралай жүріп, әрбір уақытқа сыныптасының есімін жазады. Сағат 9-да мен Араймен кездесемін. Арай екеуміз берілген тапсырманы орындаймыз. Сағат 12-де Нұрай есімді оқушымен кездесіп жұмыс жасаймын. Сағат 3-те Марат есімді оқушымен бірлесіп жұмыс жасаймын деп, сағат 18:00-де тағы да оқушының есімін жаза отырып біз жұмыс жасаймыз. Яғни бұл жерде оқушылар белсенді түрде әр деңгейлі тапсырмаларды бірлесіп орындауға мүмкіндік алады. Яғни 4 тапсырма, 4 оқушымен кездесу. Сағат дос әдісінің артықшылықтары ол оқушыларды белсенді әрекетке жұмылдыруға көмектеседі, дифференциацияны жүзеге асыруға көмектеседі. Кемшілік ретінде мен оның ең бірінші рет қолданып тұрған болсаңыз, онда кішкене уақыттан ұтылуыңыз мүмкін, бірақ одан кейінгі сабақтарда ол жағы шешіледі. Тағы бір артықшылық ретінде атап өтерім, егерде осындай сағаттарды сіз сызып дайындап алып келіп үлгермесеңіз, оқушылар өздерінің дәптерлеріне сызып соған жазса да болады. Кез келген сәтте, яғни ашық сабақ ұйымдастырған кезде де, мысалы аяқ астынан комиссия келсе де, сіздер бірден өздеріңіздің қарапайым сабақтарыңызды осының қолдану арқылы сәттен-ақ ашық сабаққа, белсенді сабаққа айналдыра аласыз. Тағы да бір ескере кететін жайт, оқушыларға міндетті түрде бұны айтып қойыңыздар. Мысалы, белгілі сағат 9 деген уақытта мен Арай есімді оқушымен кездесу ұйымдастырсам, ол уақытта ол оқушыда бос болуы тиіс, басқа оқушымен кездесу ұйымдастырмау керек. Яғни тапсырма орындау барысында кейбір уақытта осындай бір келеңсіздіктер туындауы мүмкін. Соны ескертіп қойыңыздар. Одан кейін уақыттарда оқушылардың қайталанбауын сұраңыздар. Яғни егерде сіз бірінші сабақтан осыны дұрыс жолға қойып алсаңыз, одан кейін оқушылар оны жақсы меңгеретін болады.